Сәлеметсіздер ме? Келін асханасымен бірге хит болған аты әлемге белгілі вупи пай тортын жасайық. Жасалу жолы оңай, бәрін араластырасыз да 4 көріп пісіреміз. Дәмі енді ерекше, шоколадтың иісі мен дәмі аңқыған жұп-жұмсақ торт жасағыңыз келсе, соңына дейін көріңіз. Қазақша рецепт, орысша субтитрлармен. Ең алдымен ыстық судың буына 100 грамм сары май мен 100 грамм шоколад ерітіп аламыз. Менде Қазақстан шоколады мен кондитерлік шоколад 50-50. Майымыз еріп жатқан кезде таза құрғақ ыдыста жұмыртқамызды жарып дайындай береміз. 4 жұмыртқа, шым-шым тұз және 200 грамм қант. Миксердің басында баяу айналымдарында айналдырып, одан соң жылдамдықты көбейтіп, үлкен қою масса суреттер бетіне шығып тұратындай қылып миксерлейміз. Миксердің баяу жылдамдығын қоса отырып, еріген шоколадты массамызды біртіндеп ақырындап құйып араластырып аламыз. Шоколадты массамыз қатты ыстықта болмау керек. Жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол үшін біртіндеп ақырындап құямыз, сөйтіп араластырып аламыз да. Құрғақ массаны дайындап аламыз. 200 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқышпен 30 грамм какаоны қосып, електен өткізіп, басында ақырындап өстіп айналдырып аламыз. Ұнымыз шашырап кетпеу үшін. Одан соң миксердің баяу жылдамдығын қосып араластырып аламыз. Какаоның сапасы жақсы болу керек. Дүкеннен таңдаған кезде качествосы жақсы какаоны іздеп табыңыздар, немесе кондитерлік магазиндерде де сатады. Сол кезде дайын тортымыздан шоколадтың иісі бұрқырап, шоколадты дәм шығып тұрады. Пергамент қағазын кесіп алдым. Разъемный форманың көмегімен ортасында сызық қалдырамын. Немесе кольцоның диаметрін карандашпен сызып алып, сызылған жағын төмен қаратып, корждарды құйып шығамын, қамырымызды құйып шығамын. Маған осылай ыңғайлы. Корж жан жағына ағып кетпей, шұңқырлау келген шеңбер ішінде тұрады. Бізде осы массадан 4 корж шығады. Әрқайсысына 4-5 толы ас қасық қамырдан құямын. Әр духовка әрқалай пісіреді. 190 градус қызып тұрған пеште 7-9 минут пісіріп аламын. Зубочисткамен піскенін тексеремін. Құрғақ болып шығу керек. Байқап тұрыңыздар, какао болған соң, қара шоколадты масса болған соң, беті қарайып күйіп кетуі мүмкін. Қарап тұрасыздар сол үшін. Қамыр біркелкі жайылу керек. Ортасы қалың болып, шеті қатты пісіп кетуі мүмкін, қатты болып қалып. Сол үшін біркелкі етіп құямыз. Бірінші коржымыз піскен соң, екіншісін саламыз. Және кішкене суыған соң коржымыз пергамент қағазынан шешіп алып, мен қайтадан сол пергамент бумаганы қолданамын. Келесі шетін аударып, шеңбермен сызық жасап, тағы да 4-5 қасық қамырдан құйып жайып қоямын. Келесі корждан да пергамент қағазын сәл суыған соң шешіп алып, тура осылай жасаймын. Дайын корждарымыз осылай пісті. Егер кішкене қисық кетіп жатса, жаңа кольцомыздың көмегімен түзулеп кесіп аламыз. Қамыр өте жақсы піскен. Құрғақ таяқшамен тексеріп, қарап көреміз. Сол мезетте крем дайындай береміз. Менде осындай сливочный сыр 500 грамм аламын. Осындай толы үлкен қасықтармен менде 9 қасық шықты. Егер сіздерде салмақ весі болмаса, солайынан өлшесеңіздер болады. Миксердің орташа жылдамдығында айналдырып аламын. Алдымен ірімшігімізді. Бір 2 минут айналдырған соң, біркелкі масса болған соң, 200 грамм қант ұнтағын қосып,
миксердің орташа жылдамдығында айналдырып, оған біртіндеп өстіп 33% салқын мұздатылған 33%-дық кілегейімізді құйып араластырамыз. Қою масса болған соң креміміз дайын болады. Сол кезде өстіп менде 908 нөмірлі опипайға арналған насадка стаканға кожадан осындай біркелкі болып, әдемі болып бетіне өздеріңіз қалаған тортница ыдыстарына жинасаңыздар болады. Мен бүгін осындай қонаққа апаратындықтан осындай ыдыста жинадым. Астына кішкене кремнен кожамыз қимылдамау үшін крем жағамызда кожамызды орналастырамыз бетіне, және өстіп насадка мен кондитерлі қалташаның көмегімен кремімізді құйып шығамыз. Шет-шеті кішкене қалыңдау қылып құясыздар, ортасына қарай жұқартасыздар. Шеті қалыңдау, ортасы жұқалау болады. Және полный шеңберді крем жағып шыққан соң, крем шет-шетіне жағып шыққан соң, ортасына 1-2 қасық толы ас қасықпен крем салып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Үстіне коржымызды, екінші коржымызды қойып кішкене басамыз және шет-шеті түзу ме екенін тексеріп аламыз. Кремімізді осылай құямыз. Шетіне қалыңдау және ортасына қарай жұқалау қылып жағамыз. Шетіне келген кезде көбірек насадкамызды қысамыз да ортасына қарай жібереміз. Немесе сіз жаңадан ғана торт пісіріп үйреніп жатсаңыз, сізге оңайырақ тәсіл айтайын. Насадка мен кондитерлі қалташамызды тік ұстайсыз да, кремнен домалақ пішіндер жасап, шеңберді айналып шығасыздар. Осындай иректеу қылып жасаудың қажеті жоқ. Шет-шетін құрып домалақтап істейсіздер, және ортасына кремді лопатканың көмегімен жағып шыға саласыздар. Сол әдіс оңайлау болады. Үшінші коржымызды жинаймыз. Кішкене басыңқырап, шет-шеті қисайған жақтары болса, тексеріп шығамыз, сразу түзулеп аламыз осы кезде. Видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліңіздер. Менің каналымда королевский торт, молочная девочка торты, капкейктер, ыстық тағам, қонақ күтер дастарханға салаттардың рецептері бар. Сілтеме қалдырамын, қарап көріңіздер. Отандық қазақ каналдарын қолдап жіберіңіздер. Толық рецепт комментарийде және видеоның астында описание бөлімінде. Корждарымыз жиналып бітті. Тортымыз дайын болып қалды десек болады. 70 грамм шоколад пен 40 грамм сары майды ертіп аламыз. Немесе менде сливки жаңа қалмай қалған болатын. Сливкиді өстіп қыздырып, қайнатпай қыздырып аламыз да, оған шоколадты сала салып ерітеміз. Екі әдістің қайсысы ыңғайлы өздеріңізге қараңыздар. Мен өстіп сары маймен ертіп алдым шоколадты, және кішкене суытып корждарымыздың бетіне құямын. Корждың бетінде кішкене өстіп қисық сызық неровности дейді ғой, сондай болса шоколадты 1-2 минутқа құйып қойып, шоколадты қатырып аламын. Одан соң корждың бетіне шоколадты құйып, шпательдің көмегімен түзулеп, шет-шетіне шоколадымызды ағызып, әдеміледім. Әсемдеуі өз қалауыңызша. Мен жаңа құйылған шоколадтың бетіне Орео печеньесі мен қант ұнтағын електен өткізіп, кондитерлік жылтырларды сеуіп шықтым. Біздің үйдегілер мен қонақтардың бәріне өте ерекше ұнаған торт. Өзі жұп-жұмсақ, нәзік шоколадтың дәмі мен иісі мұрын жарады. Видео рецепт ұнаса лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.